Египеттен келген иммигрант Есер Саид 12 жыл бойы ақш-тың ең іздеуде жүрген қылмыскері болды. 2020 жылдың 26 тамызында 63 жастағы ер адамды Далластың зорлық-зомбылық қылмыстарына қарсы күрес бөлімінің ФБР агенттері тұтқындады. Оған 2008 жылдың қаңтарында 2 жасөспірім қызын өлтірді деген айып тағылды. Есермен бірге оның ағасы мен ұлы, өлтірілген қыздардың үлкен ағасы ұсталды. Оларға қылмыскерді жасырғаны үшін айып тағылды. Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Есер Саид 1957 жылы 27 қаңтарда Египетте дүниеге келген. Есер ауқатты отбасында дүниеге келді. Ол есейе келе Америкада тұруды армандады. Ол Америкада тұратын 2 ағасының көмегімен студенттік визаны алып, Америкаға оқуға барады. Бірақ оқуын жарты жолдан тастап, ол такси жүргізушісі болып жұмысқа орналасады. Көп ұзамай оның студенттік визасының уақыты да аяқталуға шақ келді. Ол мұнда Америкада қалудың жолын іздестіре бастайды. Оның бір ғана жолы болды. Ол осы жердің азаматына үйлену. Осылайша ол өзінен 15 жасар кішкентай Патрисия есімді қызды жолықтырады. Патрисия өте кедей отбасынан шыққан болатын. Есер оған өзінің Египеттен бай отбасынан шыққанын, егер екеуі үйленсе, шалқып өмір сүретіндерін айтады. Бірақ қыздың ата-анасы бұл некеге қарсы болады. Себебі ол Патрисиядан 15 жасқа үлкен еді. Бірақ Есер өзінің шешендігінің арқасында оларды да өз дегеніне көндірді. Ол қыздың ата-анасына Египетте зәулім үйлері бар деп сендіре білді. Осылайша 1987 жылы ақпанда Есер Техастағы американдық Патрисия Оуэнске үйленеді. Жұбайының сол кезде жасы 30-да еді, бірақ оның әйелі 15-ке енді ғана толған болатын. Сол жылы Есердің қызы дүниеге келді. Бірақ жас жұбайлардың қуанышы көпке созылмады. Есер үйленгеннен кейін-ақ әйелін ұра бастайды. Соған қарамастан 1988 жылы Патрисия Есерден Ислам деген ұлды, 89 жылы Аминаны, ал 1990 жылы Сараны дүниеге келді. Жалпы Патрисия кәмелетке толғанға дейін көп балалы ана атанып үлгерді. Ол ерте некеге тұруына байланысты мектепті бітіргені туралы сертификат ала алмады. Отбасы Техаста тұрды. Саид қыздарын кішкентай кезінен бастап ұра бастады. Шамасы ол ұлына қол тигізбеді және онымен жақсы қарым-қатынаста болды. Естеріңізге сала кетейін, ұлы Ислам оған осы жылдар бойы жасырынуға көмектескендердің бірі болған. Қызы достарына әкесі оларды ұрып соғатынын айтқан. Тіпті ең кішкентай қателік үшін де соққыға жыққан. Тіпті ұруға себеп болмаса да жазалап отырған. Кейде қыздар мектепке де бармай қалатын. Өйткені беттеріндегі көкерулер еріндерінің жыртылғанын бөтен адам байқамас үшін. Екеуі де достарына анасының медициналық көмекке жүгінуіне жол бермейтініне шағымданатын. Өйткені бұл жағдайда полицейлердің ыңғайсыз сұрақтарына жауап беруге тура келеді. Ал егер дұрыс емес жауап берсе, әкесінің қамауға алынуына әкелуі мүмкін. Онсыз біз қалай өмір сүреміз? Өйткені ол отбасында жұмыс істейтін жалғыз адам дейтін анасы Патрисия. Қыздар жасы ұлғайған сайын Есер оларды артынан аңдып, видеоға түсіру немесе аудиоға жазып алуды шығарды. Есер қыздардың ұялы телефондарын, электрондық пошталарын тексерді. Амина үнемі достарына оны әкесін өлтіретінін жазатын. Сара да қатты қорқатын. Ал ұлы Исламға ешқандай тыйым қойылмайтын. Ол еркіндікте өмір сүріп жатты. Амина 16 жасқа толғанда Есер оны Египетке алып барды. Ол өзінен әлде қайда үлкен ер адамға үйлендірмекші болды. Оны қыз бұрын соңды мүлде көрмеген. Қыз қандай да бір жолмен бұл некеден қашып ақшқа орала алды. Бірақ әкесі ерте ме кеш пе, ол да, оның әпкесі де дәл осы елге келіп тұрмысқа шығатындарын ескертті. Соңғы уақытта әкесі Амина мен Сараны жиі ұрып соғатын болды.
Бір күні Сара дүкенде сатушы болып орналасқанда, сатып алушыларға жиі күлімсірегені үшін де жазалаған. Ясир жұмыс күнінің соңында дүкенде орнатылған сыртқы бақылау камераларындағы жазбаларды тексеріп, қызын тұтынушыларға артық назар аударғаны үшін де ұрып тастайды. Қатаң бақылауға қарамастан, Амина мен Сара шифрлармен және құпия жазбалармен жігіттермен сөйлесіп жүрді. 2007 жылдың күзінде Ясир қыздармен платондық қарым-қатынаста болған жігіттер туралы біліп, мылтықты тақап қыздарын ұзақ уақыт қорқытты. Мысалы, сендер менікі емес, американдық ережелер бойынша өмір сүресіңдер, сол үшін ата саламын деп. Ясир Люсвиллден бұрын тұрған жеріне 80 шақырым жерде үй сатып алып, бүкіл отбасын сол жерге көшіріп, сыртқы әлемнен байланыссыз қалдырды. Дәл сол кезде қыздар қашу туралы айта бастады. Бастапқыда қыздар аналарын өздерімен бірге алып кетуді жоспарламаған. Олар екеуі ғана қашып кетпекші болады. Қыздарының қашып кетуі туралы естіген Патрисия бұл туралы әрдайым армандайтын және оған күш пен ақша жетіспейтін және оны өзімен бірге алып кетулерін өтінеді. Осылайша 2007 жылдың 25 желтоқсанында Сара, Амина және Патрисия көлікке отырып жолға шығады. Қыздар телефондарын әкесі олардың орналасқан жерін бақылап отырудан қорқып үйде қалдырады. Амина тіпті жігітіне де олардың орналасқан жері туралы хабарлаудан бас тартты. Олар алдымен Патрисияның туған тәтесі Джилл аппан алып тұрған Канзасқа бет алды. Туысын көрген Патрисия кенеттен балалары достарымен бірге қашуды жоспарлағанын айтты. Бірақ ол бұған жол бере алмады, сондықтан олар осында екендігін айтады. Патрисия тәтесімен сөйлескен кезде, егер ол қыздарын Техасқа апарса, Ясир оларды міндетті түрде өлтіретінін айтты. Олар ұзақ уақыт бойы әрі қарай жол жүру керектігін талқылады. Нәтижесінде Талсуға баруға шешім қабылдады. Онда олар жаңа ұялы телефондар сатып алып, пәтер жалдап, жиһаз сатып алды. Өмірінде алғаш рет Амина мен Сара ұрып-соғудан немесе өлтіруден қорықпады. Жалпы алғанда, еркін және бақытты қыздар дәл бір апта ғана өмір сүре алды. 2007 жылдың 31 желтоқсанында анасы Патрисия оларды әкесімен кездесуге көндірді. Қыздар бұл кездесуге мүмкіндігінше қарсы тұрды, бірақ анасы жалынып қоймайды. Соңында алдымен Сара келісті, ал оның артынан өзінің себебі бар Амина. Ол өзінің соңғы семестрін ескі орта мектебінде бітіргісі келді. Шындығында ол сол жерде оқып жүргенде Техас техникалық университетінде оқуды қамтитын толық стипендия туралы ұсыныс алды. Қыз мектепті ауыстырса, стипендия жойылады деп алаңдады. Қыздары әкесімен кездесті. Ол оларды сүйіп, қорқынышты ештеңе болмаған. Ол ашуланбайтынын айтты. Содан кейін ол Сара мен Аминаны түскі асқа шақырды. Патрисия олармен бірге жүруге тырысты, бірақ Ясир оған рұқсат бермеді. Ол қыздарын көлікке отырғызып, Ирвингке апарды. Онда ол қонақ үйлердің бірінің жанында тұрып, мылтықты алып, екеуін де атып тастайды. Әкесі Аминаның бетіне 2 рет оқ жаудырды. Ол бірден қайтыс болды. Сара да ол 9 оқ атқан. Өліп жатқан қыз 911 номеріне қоңырау шалып, не болғанын айта алды. Осылайша полиция Ясир Саидты іздестіруді бастады. Сонымен бірге, өлтірілгеннен кейінгі күні Сара мен Аминаның үлкен ағасы Ислам Саид бұқаралық ақпарат құралдарына қыздардың үйіндегі ережелерді білгенін және соларды сақтамағандықтан өз жазаларын алды деп айтады. Ясир Саидтың айғақтары әлі белгісіз, бірақ оның бұрынғы әйелі Патрисия бірнеше жылдар бойы бірнеше сұхбат берді және олардың көпшілігі өте қарама-қайшы. Атап айтқанда, ол Саидтың балаларды өлтіруге не себеп болғанын білмейтінін айтты. Ол оның діни емес екен, ал егер болса, ислам жазықсыз адамдарды өлтіруді ақтамайды деді. Сондай-ақ ол қыздарының тым американдық болғаны әкесіне жақпағандығын айтты. Патрисия Оуэнс 2009 жылы Саидпен ажырасады. Сондай-ақ қыздары қайтыс болғаннан кейін ол исламды қабылдады. Журналистерге Патрисияның тәтесі сұхбат беріп, Патрисияның қыздардың өліміне кінәлі екендігін айтады. Ол тезде қыздармен бірге қашып кеткенмен тек Ясирге тыңшылық жасау үшін ғана барғанын айтады. Ол өз кезегінде Сара мен Аминаны өлтіруді жоспарлап отырғанын біліп, күйеуіне оралуды жоспарлаған.
Нәтижесінде Патриция Оуэнске оның үлкен ұлы Ислам және оның ағаларына ешқандай айып тағылған жоқ. Олардан тіпті ресми түрде жауап та алынған жоқ. Қыздарын өлтіргеннен кейін Ясир жақсы жасырынғаны соншалық, ұзақ уақыт бойы ФБР жалған құжаттармен өлтірілгеннен кейін ол Мысырға ұшып кетті деп сенді. Бірте-бірте ол туралы жеке мәліметтер келе бастады. Біреуі оны Нью-Йорк әуежайында такси жүргізіп келе жатқанын көрді. Содан кейін 2014 жылы оны Нью-Йоркте такси жүргізушісі болғанын байқады. Содан кейін ол ФБР-дің ең көп іздеген 10 қылмыскерінің тізіміне қосылды. Оның қамауға алынуына себеп болған кез келген ақпарат үшін $100,000 сыйақы төленді. Ясир Саидты Джастинде Далластағы ФБР кеңсесінің арнайы күштер агенттері ешқандай оқиғасы ұстады. Полиция қазіргі уақытта қылмыскерге соңғы 12 жыл ішінде полициядан жасырынуға көмектескендердің барлығын анықтау үшін жұмыс істеп жатқандарын атап өтті. Нәтижесінде олардың барлығына айып тағылады. Сот Ясирге қашып кетуге көмектескені үшін ұлы мен ағасына 5 жылға бас бостандығынан айырды. Ясир кісі өлтірді деген айыппен сот шешімін күтуде. Өлім жазасына кесілуі мүмкін, немесе өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.